Әр адамның тағдыры өз қолында. Ол деген сөз Алла тағала тағдырының иесі емес, мен өзіммін деген сөз емес. Алла тағала барлық нәрсенің иесі да. Ол тағдырдың да, өмірдің де, жолдың да, судың да, ауаның да барлық 100% барлық нәрсенің иесі Алла тағала. Сонда неге мен тағдырым өз қолымда? Себебі әр адамды өзінің ерік жігерімен жаратып қойған. Мен қалай еркімді пайдаланғым келеді, Құдайға қалай сенгім келеді, өмірді қалай өмір сүргім келеді, бұл адамдарға ғана тән. Адамдар мен жындарға ғана тән дүние да бұл. Сондықтан мен өзім қалай қалаймын, солай қалыптастырамын. Әйел ретінде мен қалай қалыптастырғым келеді? Әйел ретінде мен қалай Құдайға сенгім келеді? Әйел ретінде мен қалай айналама, яғни ең бірінші күйеуден бастайыншы, өйткені әйел болғаннан кейін күйеу, немесе қалай әкем, шешем, бала-шағам, туысқандарыммен қалай қарым-қатынас сақтағым келеді, өзімді өмірде қалай ұстағым келеді, бұның барлығы менің өз қалауымда, өз таңдауымда. Сондықтан экранның ар жақ бетінде қарап отырған әйелдер, егер өмірлеріңізге күйінетін болсаңыздар, шағымданатын болсаңыздар, бұл сіздің қалауыңыз. Нақты айтамын, бұл сіздің қалауыңыз. Осы нәрсемен жұмыс жасаңыздар. Мен осыдан қалай шыға аламын? Осы бір тығырықтан, осы бір сасық әлемнен, осы бір маған керек емес дүниелерден былай қалай ысырып бәрін жақсы, мен қалаған жарық әлемге қалай шыға аламын деген ізденісте болыңыздар. Ал бұның жолы білімде. Қазіргі таңда осы сіздің ішкі әлеміңізді жарыққа шығаратын білім өте көп. Сол білімдердің біреуін өзіңізге жақын ұстаңыз да, жолыңыз табыңыз. Жүрек өзі айтады, жүрек қайда апару керек екен. Мына жүректің каналдарын тазарту керек қой. Жүректің каналдарын тазартсаңыз, сол сізге қай жол сіз үшін өте ыңғайлы екенін айтып береді.